Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін бір жапқаннан атылмайтын осындай қыстық мохито компотын жасайтын боламыз. Міндетті түрде достар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Сонымен қатар рецепт ұнап жатса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен банкілердің барлығын стерилизовать етіп аламыз. Ол үшін банкілерімізді бірінші кезекте жақсылатып жуып аламыз. Одан кейін осылай қайнап тұрған суды құямыз. Крышкаларымызды да бір 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Одан кейін барып банкілердің үстінен осылай крышкаларымызды жауып шығамыз. Негізі стерилизацияны әркім әртүрлі жасайды. Біреу қайнап тұрған шайнекке осылай банканы құйып 2-3 минуттай қайнатып алса, кейбіреулері 180 градусқа бір 10-15 минутқа салып алады. Дәл осы әдіспен де жасап көріңіздер. Ал енді мохитомызды жинап бастаймыз. Ол үшін бізге абрикос керек. Абрикостың қатты түрінен пайдаланған жақсы. Жақсылатып сыртын жуып аламыз, кептіреміз. Одан кейін таза күйінде тұрған банкілерге осылай 5-6 штуктан барлығын салып шығамыз. Келесі кезекте енді сливаны саламыз. Сливаны да қыздар алдын ала жуып, мен тазалап алдым. Одан кейін әр банкіге 4-5 штуктан осылай салып шығамыз. Кім қалай банкыны жабады, яғни мохитоны кім қалай жабады, комментарийға өзіңіздің де әдісіңізбен бөлсе кетсеңіздер болады. Мінеке барлығын жауып шықтық. Енді мохитомызға апельсин қосамыз. Апельсиннің қатты түрінен пайдаланамыз. Осылай видеодағыдай дөңгелекті етіп кесіп аламыз. Одан кейін міндетті түрде барлық апельсиннің осылай сүйектерін алып тастау керек. Енді дайын болған апельсиндерімізді банкілерге салып бастаймыз. Негізінде бір-бір түйірден салсаңыз да болады, ал апельсинді жақсы көрсеңіз 2 штуктан да салуға болады. Қыздар, егер де сіз лимонды жақсы көрсеңіз, 1 штук лимонды қосуға болады. Бірақ та мен лимонның дәмін қатты ұнатпағандықтан лимонды қоспадым. Ал егер де сізге лимон ұнайтын болса, қыздар, міндетті түрде қосып көріңіздер. Апельсиннен кейін енді жалбызды саламыз, яғни мятаны. Мятаны да мен алдын ала жуып алдым. Оны да банкілерімізге аз-аздан салып шығамыз. Ең соңында 200 граммнан қантты қосамыз. Негізінде кейбіреулер жазу мүмкін 200 грамм аз немесе көп деп. Егер де көп болса, банкыдан мохитоны ашқан кезде дәміне қарай қайтадан қайнап тұрған суды да қоссаңыздар болады. Сол кезде, яғни сіздің мохитоңыздың көлемі ұлғая түседі. Мен барлығына 200 граммна салдым. Яғни менде бұл 2 литрлік банка, оған 200 грамм саламыз. Одан кейін сақырлап қайнап тұрған енді кипятоктан құямыз. Кипятокты құйған кезде кәдімгідей банкының бетімен бірдей құямыз. Ол кезде банкыңыз атылмайтын болады. Одан кейін қақпақтарын осылай жауып, енді жақсылаты банкілерімізді закрывашкамен жауып шығамыз. Мінекей тез дайын болатын мохитомыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қорықпаңыздар, банкыңыз атылмайды. Тек дәл осы әдіспен жасасаңыздар болғаны. Сонымен қатар достар, енді менің YouTube каналымда қысқа дайындық, яғни рецепттерімнің көбісі осындай соленье, варенье болады. Егер де сізге рецепт ұнап жатса лайк басамыз, және де қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір осындай жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Мінеке компотымыз дайын, ас болсын.